Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? КСРОда 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? КСРОның ыдырауына не себеп болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстандағы қайта құру саясаты кімнің есімімен тікелей байланысты? 1985 жылы наурызда КОКП орталық комитетінің бас хатшысы болып Михаил Сергеевич Горбачев тағайындалды. Ол қоғамды демократияландыру негізінде қайта құруды жүзеге асыру үшін жаңа бағыт ұсынды. Бұл бағыт тарихқа қайта құру саясаты деген атпен енді. Қайта құру саясатының мәні елдің әлеуметтік экономикалық дамуын жеделдету, қоғамдық өмірдің барлық салаларын демократияландыру, жариялылық ұстанымдарының болуы еді. Михаил Горбачев қайта құру саясатын жүзеге асыру үшін қандай шаралар қолданды? Қайта құру бағыты 1986 жылғы КОКП-ның 27-ші съезінде мақұлданды. Сонымен партия елді жаңару бағытына бастауға міндет алды. Қайта құру ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасы жүргізілді. Бұл бағыттың болжамдары көп болды. Қайта құру бағыты алғашқы кезден сәтсіздікке ұшырады. Бұған Мәскеуде Виктор Гришин, Ленинградта Григорий Романов, Қазақстанда Дінмұхамед Қонаев, Әзірбайжанда Гайдар Әлиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. Осылайша, Михаил Горбачевтың қайта құру бағыты мемлекетті аса ірі дағдарыстан құтқара алмады. КСРОда 80-ші жылдардың ортасына қарай қандай экономикалық жағдай қалыптасты? Экономикалық бағытты дамыту міндеті Ресей қаржыгері КСРО министрлер кеңесінің көмекшісі қызметін атқарған Леонид Абалкинге жүктелді. Енді КСРО экономикасының нарықтық экономикаға көшіруді мақсат еткен 500 күн атты бағдарлама қабылданды. 1989 жылы барлық сатып алу тауарларына карточкалық жүйе енгізілді. Бұл қомақты қаржыны жоғалтуға соқтырып, экономикада гиперинфляция орын алды. Жоспарлы экономикаға нарықтық жүйені енгізу шарасы сәтсіз аяқталып, керісінше дағдарысқа әкеліп соқты. Мемлекетте демократияландыру саясатын жүргізудің Қазақстан үшін жағымды жақтары болды ма? Қазақстандағы қайта құру саясатына ашық қарсылық білдірген кеңестік жүйенің оппоненттері партия басшылығына наразылықтарын білдіріп, ашық шерулерге шығып отырды. Көптеген саяси партиялар құрылып, КСРОда ұлтаралық қақтығыстар басталды. Оған мысал ретінде желтоқсан көтерілісі, Невада-Семей қозғалысын алуға болады. Қайта құру бағытының нәтижесі қандай болды? Михаил Горбачев орталық комитеттің бас хатшысы қызметінен бас тартты да КОКП-ға өзін өзі таратуды ұсынды. КСРОның ыдырауына не себеп болды? Бірінші себеп КСРОның экономикалық жағдайына әсер еткен жаппай әскери қарулану әрекеті. Екінші себеп экономиканың техникалық жағынан артта қалуы. Үшінші себеп КСРОда ұлтаралық қақтығыстардың орын алуы. Билік ұлттық мәселені шешуде дәрменсіз екенін көрсетті. Төртінші себеп орталық пен жекелеген республикалар арасындағы байланыстың үзілуі. Бесінші себеп КСРО құрамындағы мемлекеттердің одақтан шығатындары туралы мәлімдеп, тәуелсіздік алуға ұмтылуы. КСРОның ыдырауына қайта құру бағыты кезеңіндегі сәтсіз реформалар өз әсерін тигізді деп қорытындылауға болады. Желтоқсан оқиғасына не түрткі болды? Кеңес үкіметі көтерілісшілерге қарсы қандай жазалау шараларын қолданды? Желтоқсанда құрбан болған жастар кімдер? Қазақ жастарының негізсіз айыпталуы туралы коммунистік партияға ашық айтқан тұлғалар болды ма? Бүгінде желтоқсан оқиғасына қандай баға бере аламыз? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Желтоқсан оқиғасына не түрткі болды? 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанды басқаруға өзге ұлт өкілі сайланды. Бұған наразы болған қазақ жастары 17 желтоқсан күні Алматыдағы орталық алаңға жиналып, әр республиканы өз көсемі басқарсын,
ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген талап қойып ұран көтерді. Жастардың ойында кеңес өкіметіне қарсы көтеріліс жасау болған жоқ еді. Олар тек орталық билікке қарусыз өз наразылықтарын білдірді. Кеңес өкіметі көтерілісшілерге қарсы қандай жазалау шараларын қолданды? 18 желтоқсан күні бейбіт шеруге шыққан көтерілісшілерді басуға Алматыға одақтың Ташкент, Уфа, Фрунзе, Новосібір, Тбилиси секілді басқа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Олар Бұрқасын 86 операциясы бойынша алаңға шыққан жастарды жазалау шараларын жүргізіп, су бүркіп, итке талатып, түрмелерге қамады. 19 желтоқсан күні қазақ жастарына ұлтшыл, маскүнем, нашақор, бұзақы деген негізсіз айыптар тағылып, тергеу жүргізуді бастады. Көтеріліске қатысып, төлқұжаттарына бүлікшіл деген таңба басылған қазақ жастары тек қара жұмысшы болып жұмыс істеді. Оқиға құрбандары туралы ақпарат жойылды. Елімізде желтоқсан оқиғасы туралы жазуға тыйым салынды. Рысқұлбеков Қайрат Ноғайбайұлы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. Ол 16-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы шеруіне белсене қатысты. Көтеріліс қатыгездікпен жанышталғаннан кейін 1987 жылдың қаңтарында ішкі істер органының қызметкерлері Алматыда бір төбелеске қатысты деген желеумен Рысқұлбековті Мойынқұм ауданының орталығында тұратын нағашысының үйінде демалып жатқан жерінен ұстап әкетеді. Кейіннен көпшілікке мәлім болғандай, тергеушілер Рысқұлбековке неше түрлі айла шарғылар қолдана отырып, оны Савицкийдің өліміне кінәлі деп таниды. Асанова Ләззат Алтынайқызы, желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Ләззат Алтынайқызы Алматыда 1986 жылы 17-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсене қатысқан. Орталықтың билеп төстеушілігіне наразылық білдіріп, қаладағы жаңа алаңға, қазіргі республика алаңы алғашқы болып шыққан Ләззат Асанова, ереуілшілер қатарында қазақтар кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміз тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат бола аламыз деген ұранмен шықты. Сыпатаев Ербол Мұқажанұлы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбаны. 1986 жылы 16-18 желтоқсандағы көтеріліске белсене қатысады. 18 желтоқсан күні ауыр жараланып, ауруханаға түсіп, 23 желтоқсан күні қайтыс болады. Қазақстан тәуелсіздік алған соң ғана Сыпатаев жөніндегі шындық айтыла бастады. 1986 жылғы желтоқсанның алғашқы құрбандарының бірі болған Сәбира Мұхамеджановаға 2001 жылы Тарбағатай ауданының құрметті азаматшасы деген атақ берілді. Қазақ жастарының негізсіз айыпталуы туралы коммунистік партияға ашық айтқан тұлғалар болды ма? Мұхтар Шаханов 1989 жылы Кремльде сөйлеген сөзінде Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы шындық айтылмай келеді. Бейбіт шеруге шыққан жас жігіттеріміз бен қарагөз қыздарымызды ешбір жарлықсыз сапер күрегімен, шоқпармен ұрып, итке талатып, керзетікпен тепкінің астын алды. Әлі күнге дейін бейбіт шеруге шыққан шерушілердің қаншасы жарақаттанып, қаншауының қайтыс болғаны жайлы ешқандай нақты ақпарат айтылмай келеді. 2000-ға жуық адам қамауға алынды. Оның көпшілігі ұзақ мерзімге сотталды. Мыңдаған адам оқу орнынан шығарылып, жұмыстан қуылды деген де дерек бар. Бірақ нақты ақпарат жоқ. Сол себепті біз Алматыда болған желтоқсан оқиғасының шындығын ашу үшін әртүрлі аймақ пен ұлт өкілдерінің мүддесін қорғайтын халық сайлаған депутаттардан құралған комиссия құруды сұраймыз деп, қазақ ұлтының мүддесін батыл қорғады. Бүгінде желтоқсан оқиғасына қандай баға бере аламыз? Қазіргі таңда желтоқсан оқиғасы тәуелсіздіктің бастауы деген тұжырым айта аламыз. Себебі тәуелсіздікке ұмтылған қазақ жастары кеңес өкіметіне қатысты ой пікірін ашық айтып, бейбіт шеруге шықты. Қорытындылай келе, желтоқсан оқиғасы қазақ жастарының тәуелсіздікке ұмтылуының жарқын көрінісі ретінде халық жадында мәңгілік қалды. 80-ші жылдардың соңы қандай оқиғалармен есте қалды? Невада Семей қозғалысының мақсаты қандай?
Невада-Семей қозғалысы немен аяқталды? Бұл қозғалыстан өзге қоғамдық қайшылықты туғызған көтерілістер болды ма? Жаңаөзен оқиғасынан бөлек арнайы талаптар қойған ереуілдер болды ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. 80-ші жылдардың соңы қандай оқиғалармен есте қалды? 1990 жылдың ерекшелігі қоғамның жедел саясиландырылуы болды. Қазақстандағы КСРО Конституциясының 6-шы бабының күшінің жойылуы нәтижесінде көп партиялыққа жол ашылды. Демократиялық үдерістер 80-ші жылдардың соңында одақтас республикаларда пісіп жетілді. 1988 жылдың қыркүйегінде Қазақстанда 300-ге жуық бейресми топ құрылды. Алғашқылардың бірі және ірісі 1989 жылы көктемде атақты ақын Олжас Сүлейменовтің бастамасымен құрылған Невада-Семей қозғалысы болды. Невада-Семей қозғалысының мақсаты қандай? Невада-Семей қозғалысының мақсаты Қазақ даласындағы Семей және басқа да полигондарды жабу еді. Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объекті болды. Ол жерде КСРО заманында арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, атом бомбалары сынақтан өтті. Бастапқыда адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. Невада-Семей қозғалысы немен аяқталды? Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы тамызда Семей ядролық полигонында болып, Қазақстан жерін жарты ғасырдан бері улап келген сынақ полигонын жабу туралы қызу пікірталас тудырған парламенттің арнайы сессиясын шақыруды жариялады. Сессия соңында Қазақстан президенті 29 тамыз күні Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Бұл қозғалыстан өзге қоғамдық қайшылықты туғызған көтерілістер болды ма? 1989 жылы маусым айында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында жергілікті халықтың көтерілісі болып өтті. Бұл әлеуметтік кикілжіңнің шығуына басқа мемлекеттерден келген жұмысшылардың жергілікті халықтың дәстүрлерімен, мүддесімен санаспай дөрекілік көрсетуі себеп болды. Дүмпу жергілікті тұрғындар мен Кавказдан қоныс аударғандар арасындағы кикілжіңнен басталып, арты қақтығысқа ұласты. Қақтығыс құқық қорғау органдарының араласуымен басылды. Сырттан келгендердің көпшілігі қаладан кетуге мәжбүр болды. Бұл оқиғаның астарында жылдар бойы қордаланып, дұрыс шешімін таппай келген тұрғын үй, мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі ұзын сонар кезек, жастар арасындағы жұмыссыздық сияқты әлеуметтік мәселелер, сондай-ақ мұнай мен газ өндірісін Мәскеудегі орталықтан басқаратын одақтық министрліктердің, әміршіл әкімшіл жүйенің жергілікті тұрғындар арасынан кадрлар даярламай, жұмыс күштерін республикадан тыс жерлерден әкеліп, жергілікті халықтың мүддесін ескермей жүргізген саясаты жатты. Жаңаөзен оқиғасынан бөлек арнайы талаптар қойған ереуілдер болды ма? 1989 жылы Кузбасс пен Донбасс кеншілерінің ереуілін қолдай отырып, Тентек, Долинка, Абай шахталарының жұмысшылары 20 шілде күні жұмыстарын тоқтатып, еңбекті ұйымдастыру мен ақы төлеуді жетілдіру, тұрмыс пен демалыс жағдайын жақсарту жөнінде бірқатар талап қойды. 1989 жылы шілдеде ереуіл Қарағанды көмір бассейнінің барлық шахталарына тарады. Қарағанды, Абай, Саран және Шахтинскі қалаларының көшелерінде көп адам қатысқан митингілер болып өтті. Ереуілдің негізгі себептері КСРО көмір өнеркәсібі министрлігі, Қарағанды көмір өндірістік бірлестігі тарапынан қалалар мен жұмысшы поселкілері еңбекшілерінің әлеуметтік мұқтаждарын елемеуі, Қарағанды бассейнін дамыту жөніндегі партия мен үкімет шешімдерінің үнемі орындалмауы, шаруашылық реформасының баяу жүзеге асырылуы болды. Ереуіл кезінде қалалық, облыстық ереуіл комитеттері, кейін жұмысшы комитеттері құрылып, олар кеншілердің негізгі талаптарын ұсынды. Оларды талқылауға Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев,
КСРО Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары Виталий Дагужиев және одақтық министрліктің өкілдері, республиканың облыстың басшылары қатысты. 47 пункттен тұратын талаптар облыстық ереуіл комитеті мен Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің, КСРО Министрлер Кеңесінің, КСРО көмір өнеркәсібі министрлігінің комиссиясы арасындағы келісілген шаралардың хаттамасында көрініс тапты. Кейбір талаптар орындалып, қалғандары облыстық баспасөзде жарияланып тұрды. Қорытындылай келе, 1980 жылдың аяғы мен 1990 жылдың басында қоғамдағы саяси жүйедегі өзгерістерге байланысты Қазақстанда демократияға жету жолындағы күрестер орын алды.